түрлі анализдерді алуда қолданылады. Мысалға, қызыл түсті бакутания бұл биохимия қан анализін алуға қолданылады. Одан кейін сары бұл иммунологияда қолданылады, яғни арнайы ішіне ерітіндісі болады, осы арқылы нақты мәлімет алуға мүмкіндік береді. Көк коагулограмма алынады. Коагулограмма. Одан кейін фиолетовый, яғни жалпы қан анализ. Көбінесе бізде алынатын жалпы қан анализімен биохимиялық қан анализдері алынады. Әрі қарай жұмыс жасау барысы дәл алдындағыдай болады. Бірінші перчатканы ашып дайындап қоямыз, қолды жуып аламыз. Қолды алып тәсіл бойынша жуып, өңдеп аламыз. Сосын антисептик көмегімен қайтадан қолды тазалап аламыз. Әрі қарай қолға кетеміз. Енді бұл кезде бізде дәрі жоқ, тек керек заттарымызды дайындап аламыз. Сол үшін бізге арнайы бакутания керек. Қазір біз жалпы қан анализін алып көрсетейік. Бакутанияның сыртында штатив деп аталады, арнайы штативпен бірге тұрады. Инесін дайындап аламыз. Төрт мақта шарабын. Түтен алдығы енді түтенді спирткен алып аламыз. Әрі қарай пациентке береміз. Пациентке бару кәдімгі дәрі жіберуге сай. Келгеннен кейін ыңғайлап отырғызамыз. Шынтағын астына барып қоямыз. Ұйықтың 3/1 бөлігіне шұғып тұрғызамыз. Пациентке қолын ашып жұмуын сұраймыз, содан кейін тамақты тауып аламыз. Осы кезде бакутанияда инесі болады. Инесінің мына жағында ақ түсті қалпақ болады. Соны алып тастаймыз. Одан кейін оны арнайы ине ұстағышқа бекітеміз. Әйніп қоямыз. Қолымызды өңдейміз. 48 көлемде сақталып тастаймыз. Телегеге өтіп тастаймыз. Иненің қақпағын аламыз. Оны бізден ақылықтар тобына тастаймыз. Иненің қиығын жоғары қаратып, сол қолмен тамақты бекітеміз. Оң қолмен инені енгіземіз бірінші теріне, одан кейін тамырды тесеміз. Осы кезде мына жерден қан көрінеді. Көтті сәл ғана босатамыз, шешпейміз. Сосын бакутанияды сол қолмен алып ұстап, ине ұстағышқа бекітеміз. Бакутания өзіне керек мөлшердегі қанды сорып алады. Сорып алғаннан кейін бакутанияды алып тастаймыз. Штативке бекітеміз. Көтті шешеміз. 4-ші мақта шаригімен баса отырып алып тастаймыз. Бұның барлығы бір рет болғандықтан болды қалдықтар тобына тастап пациентке қолын жууын сұраймыз. Бакутаниядегі қанды егер жалпы қан анализі болатын болса, сәл қан ұйып қалмасы үшін 1-2 рет шайқап қайтадан орнына бекітеміз. Егер мысалы иммунологиялық неде сарысында оны қозғамаймыз, қалай құйдық, дәріні қанды алдық, солай сол күйінше бекітіп қоямыз. Бұндай ережелерді сақтау қажет. Одан кейін пайдаланған заттарды бақылыққа тастаймыз, алтын жібереміз, қолғапты шешеміз. Сосын мынаның сыртына пациенттің аты жөнін, палатасының номерін солай жазып қоямыз. Яғни жолдама жазамыз қасына. Оны штативке бекітеміз. Штативті
arnaiy konteynerмен apарib laboratoriyalik zертханаға апарып тастаймыз.